Алматының Жетісу ауданындағы цемент зауытында міне мынадай жарылыс болып, шаң тозаның астында қалған жұрт жапа-тармағай үйлеріне тығылған. 8 жылдан бері осылай. Цемент қалдығын жұтып, түрлі ауруға шалдық деген тұрғындар зауыт қаланың қақ ортасынан көшірілсін деген талаптарын жеткізді. Ал кәсіпорын өкілдері мемлекеттің барлық мекемесі бізге рұқсат беріп отырған соң өз кәсібімізді еркін жүргізіп келеміз дейді. Алматының тазалық індет мамандары өндіріс ошағының құрылысы басталмай жатып, үй мен зауыттың арасы кем дегенде 300 метр болу керектігін ескертік деп отыр. Бірақ кәсіпкерлер Республикалық санитарлық эпидемиологиялық комитеттен рұқсат алған екен. Айдың күннің аманында аспанға атқылаған цементтің астында қалған тұрғындар төзіміміз осымен таусылды дейді. Шамамен 3 гектар аумақты алып жатқан зауыттан шыққан бетонның иісі, цементтің шаңы өкпемізге толып бітті деп отыр. Нұртау групп деп аталатын мына цемент шығаратын зауыт пен Жетісу аудандағы үйлердің арақашықтығы небәрі 20 метрде. 8 жылдан бері шаң тозаңнан көз ашпаймыз деген тұрғындар баспанамыздың қабырғасы да сөгітіліп жатыр дейді. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін түрлі тыныс ауруларына шалдығып ковидтің кезінде дем жетпей барады дейді. 500 метрден ары болу керек. Қала сыртына шығару керек, дереу шығару керек. Қай жерге шағымданбадық? Барлық жақта бізді естігісі келмейді ма, или көргісі келмейді ма, білмеймін. Біз мұнда ашығын айтқанда тұншығып барамыз. Бронхит, гайморит, астма, тері рагымен ауыратын адамдар көбейіп кеткен. Кәсіпорын өкілдері тазалық індет мамандарының рұқсат берген қағазын көрсетіп, зауыттың 100% заңды түрде жұмыс істеп жатқанын айтады. Ауаға зиянды қалдық шашпаймыз, 250 адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Жазығымыз кезінде кірпіш зауытының орны болған қараусыз жерді қоршап іске қосқанымыз ба дейді. Ол бірінші рет болып тұр, неге десеңіз, жаңағындай әр выброс жаңағындай келсе, бізді тексерген құзырлы органдар бар. Сондықтан допустимый норма жаңағындай эмиссия дейді ғой, выброс. Соның бәрі бізде қағаз жүзінде, тексеру жүзінде жаңағындай бәрі отражаться етілген. Апатты жағдайдың бірінші рет болмағанын тұрғындардан бөлек экология департаменті де растап отыр. Бірақ бұл жолы ауаға шашылған зиянды қалдық нормадан әлде қайда асып кетіпті. Атмосфералық ауадан сынама алу барысында шаңның шектік көрсетілген нормадан асу фактілері анықталды. Яғни шектік көрсетілген нормадан 3 есе ауытқу анықталды. Экология департаменті цементтен бетон дайындап жеткізетін кәсіпорынға жоспарсыз тексеріске шығамыз деп отыр. Ал қалалық жасыл экономика басқармасы зауыт құрылысына бұрын берген рұқсат қағазын енді қайтарып алу үшін кәсіпорында сотқа беріпті. Әйгер Бердәулет, Ринат Әбілхайыров, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.